Selam dostlar. Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Selam, bugün men Nabat. Men Ahmet, men Ashat. Dostlar, bugün bizde senbe, bugün biz öz bölümümüzde jinayn dep şeştik. Biz birinchi hazır şifonierden başlaymiz. Herkimiz volkaсын jinaydın bolady. Al biz hazır şifonierden sırtqı ko'rinisin және ішкі ko'rinisin ko'rsatib chiqayıq. Dostlar, mana bizning şifonierimiz osınday. Bu sırtqı ko'rinisi. Hazır men ішкі ko'rinisin ko'rsatib chiqayin. Mine mına жерде менің киімдерім, anu Ахеттің киімдері, Найсаттың киімдері. Найсаттың әлі киімдерін жинау керек. Найсатқа повезло, өйткені анам оның киімдерін жинастырып қойды. Негізі қазір тағы да жинастыру керек, өйткені Найсаттың қыдыратын киімдері бар, және де үйге киетін киімдері бар. Қазір Найсат оны өзі жинастырады. Ал жоғары жақтарында біздің өз заттарымыз бар, оны да шығаратын заттарымызды шығарып реттеу керек. Ал неше бастайық, қазірден шаңын сүртеміз. Мына киімдерді алайын мен. Najeriye koyamın. Anda екі коробкада достар келмейтін киімдер. Мысалы, мына Найсаттың киімі, Найсаттың купальнигі. Бұл Найсатқа қысқарып қалған. Бұны тастаймыз. Ана біреуге береді. Dedikler. Dostlar, mende o kiyетін осақ қана киім шықты. Қазір екіншісі бар. Мынау менде қыстық киім. Мына жерге қойып қояйын. Dostlar, мынаны қараңыздар, біз әлі жинап жатырмыз. Мен насихаттың орнына өзім жинап жатырмын. Насихат шай ішіп отыр. Обед болды. Біз әлі обед ішкен жоқпыз. Негізі күзде жинастырамыз дегенбіз, киінбейтін киімдерді, қысқарғандарды. Бірақ күзде уақыт болмады. Қазір уақыттар. Қанша киінбейтін киімдер шыққан. Мынаның бәрі киілмейтін киімдер, қысқарған, киімейтін, мүлдем киімеген киімдер де бар. Мынаның ішінде, мынаны қарасаңыздар. Мынаны бізге әжеміз Меккеден әкеп берген ғой. Осыны Инабатқа. Мен вообще киген жоқсың, мынаны, иә? Иә, вообще. Мен мынау күйіктің кесірінен бұл жерін жаралап алғам. Не? Аян, бұл жер қалған дейді, құлап түсті ғой жерге. Кидің сен, не? Бір рет кидің мына көйлекті. И тура осындай насихатта да бар ғой. Ол да вообще кимейді. Білмеймін, әжеміз осындай көйлек алып келіп берген ғой. Енді Меккеден деп арнайы Меккеден алып келген ғой, бірақтан енді кимейді. Бұны мешітке береміз, мешітке, иә, мешітке береміз. Нанта, мешітке. Да, тура осындай, бірақ кішкене үлкенірек размері. Оны Инабатқа деп алып келген. Қанша жыл болды? 2 жыл ма болды, иә? Тұрғанда. Жоқ, 3 жыл ма болды. Шыл болып кетті. Сосын мынандай юбкасы бар. Инабатпен Ахмет тура егіздер сияқты киінетін ғой. Ақтоғын апшы мен Арай апшенікі ғой. Ақтоғым мен Арайлым деген бөлесі болған, солар берген ғой. Вообще бұны киген жоқ. Бұл да тұр. Оны да киінетін адамдар болса береміз жоққа мешітте. Осындай көрініс болып тұр. Мына Ахметтің байлықтарын қарасаңыздар, коробка, пакет байлықтар бар. Байлықтың бәрі мынаның ішінде айтпақшы, иә? Ананың ішінде байлықтары бар. Мынаның ішінде де бар еще. Бай, ана Ахмет. Тонақ кетеміз айнағат Ахмет. Көріп алдық, қайда тұратын. Неше түрлі заттары бар ғой. Мына бірінші класста бері бар, колокончик. Бірінші класста неге алды? Соңғы қоңырауда ма? Иә. Неше жерде қызыл бантигі болатын, иә? Иә. Оның дауысын естісе қазір аналар жүгіріп келеді. Мен алам деп, әнелері. Ана жерде кір киімдер, ана жерде мусор, шаң сүртіп жатыр. Қараңыздар не жүрген. Иә. Мына жерде ойнауға барғанымызда сол ғой. Соның карточкасы ғой. Қазір вообще көп бармай кетті ол жаққа. Құдай қаласа барамын. Ол негізінен не андай бірсеге сырып? Апорттың ба несі ғой? Өнетін еді ғой. Оның ішіне ақшасы болады ма? Мынаның ішінде ақшасы бар. Центральный парк. Центральный парк.
Осындай, мына ішінде қысқарған киімдер. Мына юбкасы маған ұнайды насихаттың. Әдемі юбкасы. Сосын бір сары юбкасы бар еді ғой. Бердік қой ана. Кімге бердік? Ауылда бір жасыл юбкам алып қалып еді ғой. Еще біздің киер киімдерімізді ауылда қалып қалған. Болыпты уже. Күшті киімдер. Болыпты, қалса қалды енді кисіңдер. Олай болсын, алтын көз сондайларға киетін ғой. Сондай киімдер мына жерде тұрған. Мына мысалы алтын көзде сары. Сосын насихаттың көйлегі бар, сары мына жерде. Борындар қысқарып қалған ба? Қысқарғамаған киеді ғой жаңағы алтын көз бір нелерде. Мына бері қарасайшы, иә. Күшті бір екен. Мына жерінде ойы бар екен. Иә, оны неде? Наурызда киемі, алтын күзде киемі, сондай. Үшін сондай қысқарған киімдер мына жерде. Жаздық киімдер. Жоқ, жаздық киімдер бөлек анақта. Қазір оны насихат көреді өз тағы да. Киіліп, киініп. Кәнін. Нұшқа тағатын менікі екен. Мына насихаттың заттары. Ондай блокноты бар. Мына компас кешегі іздеп жүрген компас. Айттық қой компас. Жайлы бір әңгіме айтатын папаң бәріміз отырады. Мына компас. Осыны шығарып қояйық. Мынандай резинкалары бар. Ой, оны тақпайды жүрім. Тұрады. Мынаның ішінде де нелері бар. Мына қараңыздар. Әдемі. Насихаттың полкасы мынау. Полкасын сүртіп, шаңын сүртіп атырмыз. Сосын анамда ішінде керек емес заттары болса. Соколка. Йоба, қарсаңыз фишкасы бар еще. Фишкасына дейін бар. Ана коробкасы бар еще. Мынау пакеті бар. Соның бәрін реттейміз. Салма менен сүртіп атырмыз. Насихаттың байлықтарын қарап отырмыз. Мынандай Барби дейм ана. Русалка сондай ба? Сақина екен. Сақинаға дейін жүр, ол немде салып қойған десеші. Фишкаларына ең. Нелері бар екен. Осындай куколдың несі ғой. Су ішетін ма? Ойнамайды да, осы ше тұрады. Ішіне қарсаңыздар, мына пакетте де бар ғой ойыншықтары. Оның ойыншығы көп. Үлкен куклалары бар, 10-15. Көлер далада жатыр. Далада жатыр, оның бәрін тастау керек жазды. Ойнамайды оны. Резинка салып қойды еще. Резина жоқ деп тұр ғой резина. Она не деген гүл десейші, өз жасаған ба? Жоқ, тойдан келген ғой. Осындай открытка бірақ киікке қоймайым ол. Насихаттың несіне бар. Бұлай ашылады. Несі бар, лағы бар. Мынау не деген цепішкі десейші. Ол не аптыр? Мынауынан көрсетші, мынау әдемі екен мұны. Сырға сияқты ма? Сырғаныкі оны, иә? Әдемі. Кәді. Ойбай, мә. Қаққан, көр. Сосын осындай сырға бар екен. Сырға не? Сырғаның несі? Тақпайды, оны тұр. Бір теңгені бар осындай. Мардың бәрінен есінде кім ап бергені. Ой, ол қашан ап берген емес? Свинка пепасы бар екен. Кім ап берді мына мысықтырған? Ол сіз ап бергенсіз. Наны ма? Иә. Ұмыт қап ма? Бір сырға алып береді, сосын жауап бір көп әдем сырға алып бередіңіз. Мынау да сақинанандай. Негізде мынандай күшті сырғалар алып беретін. Иә. Оларда жоғалды. Ол кезде жұмыс істейтін едім ғой енді. Ой, тасташ. Немене жинай берген енді қазір нетеміз. Өзін шақыртамыз, аман тастатқызамыз көбісін. Қараңыздар. Иә. Сумочканы қараңыздар. Попрыгунчик бар еще. Шын бәрі бар мына ішінде. Адамнан басқасын бәрі бар ғой. Тастатқызамыз. Бәрін тастатқызамыз. Түкке керегі жоқ мынау. Ойнамайды да осыны сақтап қояды. Мынау. Заколка. Заколкасын мынаусы әдемі екен. Осы не тақпайды видео түсіргенде. Қазір шақыртамыз өзін. Сосын тастатқызамыз керек емес заттарын. Мынандай набат бар емес, салынса екен ба? Қазір өзін шақырып ол керек емес заттарын бәрін таста дейміз.
Қаяқтан шықты дейді. Келдім насихат. Міне. Ал, давай таста насихат керегіңді ал. Мен тастайым. Не көй? Таста, е. Керегін наған сал. Бір коробка қой, е? Шар бар екен ғой, жаңа аналарға шар сұрап атқан еді, берсеңдерші. Бар ма бәрінде шар? Иә, менде жоқ негізі. Ой, саған емес енді, менде жоқ дегеніз. Насихат қазір. Мен бәрі шарымды анарға заттарын реттеп жатыр, керегін алып, керек емесін тастайды қазір. Бір коробка жинай, керектерін. Керек еместерін алай таста. Насихатынан ішінен бәрі керек емес заттарынан ішіне тастады. Керек заттарды наяқ тастадым. Керектері жаңа жылдың мынау. Анашы маған берген 7 мартта. Негізі мен оқып қойғам. Мен коробкаңда тұра берсін деген. Мына келіп мені өсірген ризамын мен өзіңе. Ана деген керемет сыйлап өтем өмірде. Сізді жақсы көрем анашым дейді. Насихаттан ой құдай жаным дейді тағандарым. Тағы осында қыстырғыштар бар. Науың әдем екен авокадо. Міне оның тағы да парасы бар. Әдем, е? Ал достар, біз жинап аяқтап бітірейік, сосын көрсетейік. Біз отырмыз әлі жинастырып. Біте алмай жатырмыз, әлі жинап жатырмыз. Қазір мен полка жинастырып жатыр. Насихат өзі болды жаңа. Өзі нелер тұрады заттарынан бәрі насихаттың колготкинан бәрі, е? Иә. Болсын бәрі насихаттың. Қазір мен бұны реттеймін. Қысқарғанын, жыртылғандарын алып тастаймын. Мына қараңыздар достар, мен ерінбейін бәрін санап шықтым. 30 колготки шықты. Ана жерде 16 ма, 15 па колготки киілетін. Мынаның қалғаны киілмейтін. Мынаның бәрі мысығы бар кием деп алдыртқан. Бәрі уже кішкентай болып қалды. Мынаның бәрі мысығы бар. Мысығы бардан қанша десеңдер 1, 2, 3, 4, 5, 6 мысығы бар колготки. Қалыны бар, жұқасы бар. Мынаның бәрін киетін адамдарға берем. Мына колготкinin өзін кисе де жетеді осы 15 колготки. Қыздар өздерінің полкаларын жинап болды. Ең жоғарыда тұрған сумкада жаңа жылдық киімдер, наурызға киетін киімдер. Одан кейінгісінде сурет шығаратын ба, принтер. Коробкада бізге Стархан каналы берген, ананы челлендж кезет берген. Оны распаковка жасап түсірем деген, бірақ ұмытып кетті. Келесі бір видео түсіреді. Мынау Инабаттың полкасы. Одан кейінгісі Ахниеттіңкі. Одан кейін Насихаттыңкі. Одан кейін Насихаттыңкі. Мынаның астында да екеуі Насихаттың жаздық киімдері. Мынау сумкада, коробкада Насихаттың жаздық киімдері. Мынау жоғар жағында ештеңе жоқ. Мынау жерде Ақниет пен Насихаттың киімдері ілініп тұр. Инабаттың да киім тұр екен. Ал мына жерде Насихат пен Ақниеттің формалары, көйлектер ілініп тұр. Ал бұл жерде Инабаттың, Ақниеттің киімдері, Инабат пен Ақниет егіз сияқты болады. Мына жерде екеуі бірдей киімдер, бірдей көйлек. Анау сумка. Мына жерде ашылмай тұр қазір. Мынау Инабаттың полкасы. Бұл жерде көп заттар жоқ. Инабат енді үлкен қыз болғандықтан көп мелочь заттар ұстамайды. Мына жерде Ақниеттің заттары. Мына жерде носки-паски сондайлар тұрған шығар. Мынау тоже коробкада не бар екенін білмеймін. Заттары. Мына жерде жаңа көрсеттік. Оны колготки Насихаттың. Мынау тоже Насихаттыңкі. Насихаттың полкалары көп екен ғой негізі. Заттары да көп екен. Полка көп болған сайын заттары көп бола бере ма?
Сыйға көтсеш. Міне достар, біз үшеулеп жинап алдық. Анам насихаттың полкасын жинады, ал Ахмет екеуміз өзіміздің полкамызды жинадық. Керек емес заттарды тастадық. Міне осылай. Біз өзіміздің бөлмемізді тап-таза қылып жинап алдық. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Біздің жаңадан шыққан видеоларымызды жібереміз үшін міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Соңғы көргендеріңізге көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.